ұзақ кемеде жүрген кезде каюта кәдімгідей өзінің бөлімінен сияқты болып кетеді. Осылай каютадан шығып біз қазір концертке қаратай бара жатырмыз. Біздер қазір MSC Grandiosa кемесінің ортасында жүрміз. Қарап тұрсаңыздар, жоғарыда әр сағат сайын түрлі дизайнмен өзгеріп отырады. Қазір біздер сіздермен бірге Butterfly, яғни көбелектер деп аталатын керемет концертке бара жатырмыз. Strawberry on my lips and your fingertips. I can feel the beat. MSC Grandiosa'дағы негізгі атриум деп атасақ болады, таныстырып болады. Қараңыздар, мына жермен баспалдақпен екінші этажға кетуге болады. Жоғарыда түрлі мейрамханалар орналасқан. Мына жақта түрлі магазиндар, неше түрлі эксклюзивті дүниелер сатылып жатады. Мына жерде қараңыздар, ертең Барселонаға барамыз, сондықтан да ертең осы жерде гидтар, яғни әр жердегі баратын гидтарды кеменің ішінен алуға болады, бірақ кеңес бермеймін, негізі іште қымбатырақ. Мына жерде ресторанда MSC кемесі және Белив атты жаңағы арнайы қалай айтсам болады, тәттілер дайындайтын кондитермен жұмыс жасайды. Соның аяқта үлкен мейрамханасы бар, яғни шоколадтарды тапсырыс берсеңіздер болады. Мына жақта тағы да хола деп аталынатын бұл мейрамхана, бұл жақта стейк жақсы дайындалынады, бірақ бізде тамақтар тегін болғаннан кейін бұл жерге келіп қосымша тамақты біз беріп көрген жоқпыз. Сонымен қоса шопинг жасағыларыңыз келетін болса, мына ішінде көзілдіріктер немесе түрлі брендті бутиктер қараңыздар. Grandiosa бутик деп аталынады, дәл осы бутикта келіп өздеріңіз шопингтан өтсеңіздер болады. Ал мына жақта би, ойын, түрлі билерді, ойындарды көруге болады. Дәл қазірдің өзінде какой-то ойын болады, қараңыздар. Яғни гольф. Қысық бір теме болып жатыр. Кеменің ішінде бассейндар бар. Бұл сондай бассейндардың түрі. Аяқта джакузи, бассейн. Кішкентай балалар жақсы ойнайтын ол жақта. Қараңыздар. Крытый бассейн, яғни бұл жерде адамдардың барлығы жабық бассейнда жүреді. Ішінде джакузилар орналасқан. Ана жерде бар, егер пакет сізде включено болса, ана жерде тегін напитка ала аласыз. Және екінші этажда жабық лежактары бар, яғни күнге қыздырылып, арнайы осындай стекло күнді өткізетін. Сол арқылы күнге қыздырылсаңыздар болады. Бүгін 30 наурыз жерорта теңізден MSC Grandiosa лайнерінен жалынды сәлем! Өте тамаша демалыс болып жатыр. Саяхаттаңыздар, келіңіздер. Демалыс жақсы өтіп жатыр. Көңіл-күйіміз жақсы. Әлемді көріңіздер. Тамаша. Балаларымызға көп рахмет. Осылай бізге мерекелік папасына жаңа сыйлық сыйлаған екеумізге аман жүрсін. Бәріңіз келіңіздер. Ағайын тума, дос жаран, бәріңіз келіңіздер, көріңіздер. Тамаша! Кайф жұмыс жасау деген осы ғой, қараңыз. Керемет. Жұмыс